Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын тирамису тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керекті ең басты ингредиент 400 граммдық савоярди печеньесі. Ылғалдандыру үшін кофе жасаймыз. Ол үшін 2 шай қасық кофеге 2 шай қасық қант саламыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Бұл кофені толық суытуымыз керек. Кофеміз толықтай суығанша крем жасауға кірісеміз. Ол үшін салқын кілегейді ыдысымызға құйып, миксердің жай жылдамдығымен араластырып бастаймыз. Кілегей қоюлана бастағанда 500 грамм сүзбелі ірімшікті салып араластырамыз. 200 грамм қант ұнтағын салып миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін осындай 22 сантиметрлік формада жинаймын. Форманың шеттеріне осылай крем айналдырып жағамыз. Крем жағу себебіміз савоярди печеньелерін тұрғызғанда өзін ұстап тұру үшін. Енді печеньелерімізді кофеге батырып, формаға салып жинап шығамыз. Содан соң кремімізді осылай айналдырып жағып шығамыз. Печеньелерімізді тағы да кофеге батырып, тортымызды жинаймыз. Соңында кремді осылай бетіне шарик қылып жасаймыз. Тортымыз дайын болды. Енді бетін какаомен әсемдейміз. Тортымызды формадан босатып, ленточкамызды алып, әдемі етіп байлаймыз. Міне торттарымыз дайын болды. Өте әдемі әрі өте дәмді торт шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.